Көк түрік енші алып тарасқанда, қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па деген жыр жасына Мағжан Жұмабаевтың бұл екі жолының түп тамырында әлімсақтан келе жатқан тек тірегіміз ұлттық жүрек лүпілі жатқаны анық. Түркі дүниесі қара шаңырақ деп таныған қазақ елін бүгінгі 17 наурыз шаңырақ күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әр отбасының өз қара шаңырағы болады. Сол қара шаңырақтың түпкі мәні не дегенге келсек, ол содан тараған барлық отбасы, ағайын ынтымағы, баба салтын сақтауы, атана үлгісін үкілеуі, сол жолды жалғастыруы, сөйтіп ауыл бірлігін, ел бірлігін арттыруы. Атадан жалғасқан әкенің қара шаңырағын ұстап қалған ұл мен келінге басқалардың ілтипаты ерекше болған. Бар дүние кенже баланың еншісі деп, оған ашкөздену ағаттық деп ұққан. Атаулы күндерде, мысалы осындай наурыз мерекелерінде қара шаңырақтан аттап өтпей, сол үйден қадам ашуды бүкіл ауыл жұрты ойларына бекем ұстаған. Әсіресе келіндер жағы қара шаңыраққа сәлем салып, қиып өтпей кіріп тұруды қарыз деп білген. Тіпті қара шаңырақтың қасынан өтіп бара жатқандар ойқастамай ат тізгінін тартып, киелі үй, қасиетті мекен деп, әйелдер жағы аттан түсіп, атын жетекке алып, жаяу жүретін болған. Сол қара шаңырақтан енші алған өз алдына шаңырақ көтергендер үлкен кішісіне қарай үлкен үй, үлкен отау, кіші отау, тағы да басқа деп жөніне қарай реттелген. Қара шаңырақ қазақ үшін алтын діңгек, үзілмей келе жатқан арқау. Қара шаңырақ құс қонған айдын көл, асқар бел болып айбыны да асқақ тұра бермек. 17 наурыз шаңырақ күнінде барлығыңыздың есіктеріңізден еміренген бала, керегелеріңізден күлкі, түндіктеріңізден тыныштық, шаңырақтарыңызда шаттық ұяласын. Мереке құтты болсын.